Мінекей біз енді келесі екінші сабағындамыз. Яғни бұл жерде міне түгел тоқыдық қой. Енді мұнда біз міне бірінші тұрған тор көзіміз бар ғой. Мінекей дәл соның үстіне осылай кіргізіп жібімізді біріктіреміз. Мінекей үстіңгі тұрған тор көзіне міндетті түрде кіргізіңіздер дұрыстап. Осылайынан біріктіріп аламыз. Енді келесі қатар тоқимыз. Ол үшін бұл жіпті сіздер қимасаңыздар да болады. Екінші жіптеріңіз болса, менде бұл жіп тек біреу болғандықтан мен қиып аламын. Бірақ әрі қарай тағы жалғастырып тоқимыз бұл жерді. Сондықтан да түгел өткізбей осылай қалдырыңыздар жіпті. Енді біз былайынан, яғни санап алуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, неге 14-ші тұрған тор көзге крючогымды кіргіземін осылай. Неге 14-ші тұрған тор көзге крючокты осылай кіргіземін да, бір үрмелі шараламын. Енді дәл осы жерден бір тор көз тоқимын. Мына жіпті бірге алып жүріңіздер. 1, келесі 2, келесі 3, келесі 4, келесі 5, келесі 6, келесі 7, келесі 8, келесі 9. Мінекей 9 тор көзін жүргіздік. Енді крючокқа жіпті іліп аламыз. Міне бер жағынан аламыз, яғни жіптің бер жағынан аламыз. Келесі тұрған тор көзін тағы да бер жағынан аламыз да бірге өткізіп жартылай баған жүргіземіз. Мінекей қысқартамыз, яғни тағы да мінекей бер жағынан алып бір жартылай баған жүргіземіз, тағы да бер жағынан алып екінші жартылай бағанды жүргіземіз. Бұл екеуін бөлек жүргіздік. Енді мына жерде тағы да бірге біріктіріп жүргіземіз. Бірінші және екінші жіпті аламыз да, тағы да жартылай баған жүргізіп, бірге біріктіріп жүргіздік. Енді әрі қарай тағы да 9 тор көзін жүргіземіз. Мінекей келесі тұрған тор көзден бастаймыз, яғни 1, келесі 2, келесі 3, так. 3, келесі 4, келесі 5, 6, 7, 8, неге 9 тор көзін алдық түгелімен. Неге енді келесі қатарын тоқимыз. Ол үшін біз 1, 2 үрмелі шараламыз да кері қарай аударамыз. Енді біз 4 баған жүргіземіз, яғни міне бірінші тұрған тор көзден жартылай баған жүргіземіз. 1, келесі тағы да екінші жартылай бағанды жүргіземіз, келесі 3-ші жартылай баған, келесі 4-ші жартылай бағанды жүргіземіз. Енді әрі қарай 4 тор көзін жүргіземіз. 1, келесі 2, келесі 3, келесі 4. Енді міне 5-ші тұрған тор көзден, яғни осылайынан біріктіріп жібереміз. Кері қарай аударамыз. Бірінші тұрған тор көзді тыстап кетеміз да, келесі екінші тұрған тор көзінен крючокты кіргізіп, бір тор көзін істейміз, келесі екінші тор көзді істейміз. Екінші тор көзді істейміз да, енді 2 үрмелі шараламыз. Мұнда тұрған бір тор көзді тыстап кетеміз да, келесі тұрған тор көзден тор көздің өзін тоқимыз. Тағы да 2 үрмелі шараламыз. Келесі бір тор көзді тастап кетеміз, келесі тұрған тор көзден тор көздің өзін тоқимыз. Тағы да 2 үрмелі шараламыз. Бір тор көзді тастап кетеміз, келесі тұрған тор көзден тор көздің өзін тоқимыз. Мінекей болдық.
енді артық жібін кесіп тастаймыз. Енді келесі қатарын тоқимыз, яғни бұл бізде бау тұратын жері. Енді бер жағынан тоқыдық, енді келесі жағын тоқимыз. Яғни келесі жағында біз 9 торгөзін санап аламыз, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-шы тұрған жерге крючокты кіргізіп, жіпті осылай шығарып аламыз да, бір үрмелі шар аламыз. Енді келесі тұрған торгөзден, келесі тұрған торгөзге крючокты кіргізіп, 4 торгөз шығарып аламыз. Тағы 1, келесі 2, келесі 3, келесі 4. 4-ші торгөз шығардық. Енді әрі қарай 4 жартылай баған шығарамыз. 2, бірінші жартылай баған, келесі 2, келесі 3, келесі 4. 4 жартылай баған жүргіздік, бір үрмелі шар аламыз, кері қарай аударамыз да, мінекей бірінші тұрған торгөзге крючокты кіргізіп, бір торгөзін шығарамыз, 2 үрмелі шар аламыз. 2 үрмелі шар аламыз, бір торгөзді тастап кетеміз, келесі тұрған торгөзден торгөздің өзін шығарамыз, тағы да 2 үрмелі шар аламыз, бір торгөз тастап кетеміз, келесі тұрған торгөзден торгөздің өзін шығарамыз, тағы да 2 үрмелі шар аламыз, тағы да мінекей бір торгөз тастап кетеміз, келесі торгөзді тоқимыз 1, тағы да келесі екінші тұрған торгөзді тоқимыз. Енді біріктірген жеріміз бар ғой бағанағы, дәл сол жерден дәл осылайынан тағы да жіпті біріктіреміз. Бұл жіпті де кесіп тастаймыз. Ендігі бізге қажеті жоқ. Екі жағынан да біз бауға орын қалдырдық. Мінекей үшеуден. Мінекей. Енді әрі қарай тоқитын боламыз. Мінекей біз бағанағы артқы жеріне келдік. Артқы бөлігіне мен жіпті бірге біріктіріп, осылайынан байлап алдым. Енді келесі қатар тоқимыз. Бір үрмелі шар аламыз. Дәл сол жерден бірінші торгөзімізді шығарамыз. 1, келесі 2, келесі 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, мінекей 13. 13 торгөзін жүргіздік. Енді әрі қарай 2 торгөз шығарамыз. Яғни мінекей бірінші қатардың бағана тоққан сол жерден мінекей бір торгөзді шығарамыз. Келесі тұрған жерінен екінші торгөзді шығарамыз. Енді мына бірінші торгөз бар, бағана біріктірген жеріміз. Дәл сол жерден 2 торгөз шығарамыз. 1, 2. Енді мына арканың ішінен бір торгөзін шығарамыз. Бұл жерде енді 6 шығаруымыз керек, 6 торгөз. Келесі торгөзден 6-шысын, 2, келесі 3 арканың ішінен, келесі торгөзден 4, келесі арканың ішінен 5, мінекей келесі 6. 6 шығардық. Енді біз әрі қарай 6 торгөзін тоқуымыз керек, яғни біріктіруіміз керек. Ол үшін біз қазір тоқимыз бірге. Так, мұқият қарап отырыңыздар. Яғни біз мұнда мінекей бір торгөз алдық қой бағана. 2 торгөз шығардық, оны біреуі 6-шысы болды. Соңғысынан енді бастаймыз, яғни бер жағынан аламыз. Әрнеден бер жағынан тоқимыз. Неге жіпті бер жағынан аламыз. Біріншісі торгөз, келесі. Мұнда мына біріктірген жерді тастап кетеміз де, келесі екінші торгөзді шығарамыз. Яғни міне бер жағынан аламыз жіпті.
келесі үшінші торгөз шығарамыз. Бер жағынан шығарыңыздар міндетті түрде жіпті. Үшеу, келесі. Мінекей. Келесі так. Төртеу. Келесі. Мінекей бесеу. Келесі енді. Мұнда бізде мінекей міне алтыншы тұрған торгөз бар ғой. Сол алтыншысына кіргізіп істейміз. Мінекей алтау. Енді әрі қарай дәл жаңағыдай 6 торгөз шығарамыз. Яғни бірінші торгөз шығарамыз. Арканың ішінен екінші торгөз, келесі торгөздің ішінен үшінші торгөз, келесі арканың ішінен төртінші торгөздің ішінен тағы бесінші, келесі міне алтыншы торгөзді шығардық. Енді міне бір торгөз тұр ғой, дәл сол жерден дәл жаңағыдай 2 торгөз шығарамыз бұл жерден бірден. Енді әрі қарай келесі қатарлары бар ғой, 2 қатар тұр ғой, дәл сол жерден бір торгөзден шығарамыз, яғни біреу, екеу шығарамыз. Мінекей бірінші торгөз, келесі енді екінші торгөз шығарамыз. Мінекей түгелімен шығардық. Енді әрі қарай дәл жаңағыдай 13 торгөзімізді тоқып шығамыз. Бұл жақта да дәл солай 13 торгөз қалады. Дәл сонда 13 торгөзін түгелімен тоқып шығамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, мінекей 13 болып шықты. Енді міне бірінші тұрған торгөздің үстінен кіргізіп осылайынан біріктіріп жіберемін. Мінекей біріктірдік. Енді жіпті кесіп тастаймын. Бізге бұның ендігі қажеті жоқ. Мінекей бізде осындай пинеткіміз дайын болып шықты. Енді біз пинеткінің алдын жауып тұратын, яғни бауының жағын жауып тұратын сол жерді қазір бірге тоқитын боламыз. Ең алдымен мінекей біз бағана мына жерде 6 торгөз тоқыдық қой. Бірге дәл сол жерде мен айтып отырмын, бер жағынан тоқыңыздар, ар жағында жіп қалу керек деп. Яғни мінекей ар жағында қалған жіптен дәл сол 6 торгөздің үстінен біз бағандар тоқып шығуымыз керек. Яғни мінекей сіздерге қаншалықты көрініп тұр білмеймін. Өздеріңізде былай қарап көріңіздер, тоқып жатқан тоқымаларыңыздан барлық көрінеді. Мінекей бағана біз осылайынан 6 тоқыдық қой, біріктіріп. Дәл сол жерден 6 торгөзді қарап аламыз да, сол жерден қазір 6 баған шығаратын боламыз. Біреу, екеу, үшеу, неке, төртеу, бесеу, алтау. Көрдіңіздер ма? Сіздерге кішкене көрінбеуі мүмкін. Жақыннан көрсетемін. Неке бер жағына қарап тұрмын. Міне жіптері дәл сол жерден 6 баған шығарасыздар. Сіздерге қазір бірге көрсететін боламын. Так, неке. Ендеше кеттік, бастаймыз. Неке бірінші тұрған жіпке осылай крючогымызды кіргізіп аламыз да, жібімізді ортасынан шығарып аламыз. Бұл жерде енді бағанды ешқандай жіп іліп алмай шығаратын боламыз. Яғни ең алдымен 2 үрмелі шар аламыз. Так, енді тоқитын боламыз. Біреу болды ма? Келесі енді келесі тұрған міне жіпке, яғни келесі тұрған торгөздің міне жанында жібі тұр ғой, мінекей бағана тастап кеткен. Дәл соған осылай крючокты кіргіземіз. Мінекей жіп іліп алған жоқпыз. Енді осы жерден жіпті іліп аламыз да, мінекей біреуінен өткіземіз, келесі екіншінен өткіземіз. Енді 2 болды ма? Келесі тағы да мінекей крючокты бірден кіргіземіз, жіпті іліп алып шығамыз да, бірінші біреуінен, келесі екеуінен өткіземіз. 3 болды.
тағы да келесі жіпті кіргіземіз, осылай шығарамыз. 4, келесі мінекей 5-шісін істейміз, тағы да дәл солайынан 5, соңғы міне 6-шы тұрған жіпті алып осылайынан тағы да шығарамыз. Неге 6 болды. Енді ары қарай, яғни үлкейтіп тоқуымыз керек. Ол үшін 2 үрмелі шар аламыз, кері қарай аударамыз да. Бірінші бағаны бізде шығып тұр, мінекей 2 үрмелі шармен. Дәл сол жерден енді екінші бағаны шығарамыз. Дәл сол торкөзден 1, мінекей 2. Келесі қатарлардың өзінен шығарамыз, яғни 3, келесі 4-ші, келесі 5-ші бағанды шығарамыз. Келесі міне 6-шы бағанды шығарамыз. Неге 6-шы бағаны тұр ғой. Так, сол жерден шығарамыз. Келесі енді бағана 2 үрмелі шар алдық қой. Дәл сол жердің екіншісіне крючокты кіргізіп, дәл сол жерден 2 баған шығарамыз. Неге 7, енді 8-ші бағанды шығарамыз дәл сол жерден, яғни үлкейте береміз осылайынан. Тағы да 2 үрмелі шар аламыз, кері қарай аударамыз. Міне, шетінен үлкейтеміз, сосын соңғы 2 үрмелі шар алдық па, дәл сол жерден үлкейтеміз. Яғни бірінші бағаны бар, келесі екінші бағаны тоқимыз дәл сол жерден. Енді әрі қарай бағанның өздерін тоқимыз. 3, келесі баған 4, келесі бағаннан 5, келесі бағаннан 6, келесі бағаннан 7, келесі 8, келесі міне 2 үрмелі шар алдық қой бағана, дәл сол жерден тоқимыз. Неге 8 болды ма қазір? Неге көрсетіп жіберейін тағы да міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тоқыдық па? Енді міне соңғы тұрған 2 үрмелі шар алдық қой. Дәл сол жерден 2 баған шығарамыз. 8 ба? Енді 9-шы баған. Келесі дәл сол жерден 10-шы бағанды шығарамыз. 10-шы, неге 10-шы баған. Тағы да 2 үрмелі шар аламыз, кері қарай аударамыз. Бірінші бағаны шықты, дәл сол жерден екінші бағанды шығарамыз. Әрі қарай бағанның өздерін шығарамыз. 2 ма? Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, неге 10. Енді міне 2 үрмелі шардың үстінен екіншісінен 2 шығарамыз. 11, неге 12. Тағы да 2 үрмелі шар аламыз, кері қарай аударамыз да, тағы да дәл солай. Біріншісі бар, келесі екіншісін тоқимыз. 2, келесі 3, келесі 4, 5, 6, 7, 8, так, 9, 10, 11, неге 12. 12 тоқыдық. Енді міне соңғы 13, 14-ші бағанды тоқимыз. Соңғы тұрған тор көзіне кіргізіп, неге 13, енді 14 тоқыдық. Осымен бізде болды. Енді әрі қарай тек бағаның өздерін тоқимыз. Бірінші баған бар. Әрі қарай бағаның дәл сол 14 бағаның өзін тоқимыз. Яғни біреу бар. Келесі тұрған тор көзден аламыз енді бұл жерде, яғни 14-тің өзін тоқимыз. 1, 2, келесі 3, келесі 4, келесі 5,
келесі 6, келесі 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, келесі мінекей 14. 14 етіп алдық. Ешқандай үрмелі шара алмаймыз. Кері қарай аударамыз бірден. Бірінші тұрған торкөзден алмаймыз да, келесі екінші тұрған торкөзден, яғни торкөздің өзін шығарамыз. Бағанның үстінен торкөздер шығарамыз. 1, 2, келесі 3, келесі 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 қылып тоқимыз. 12, соңғы 13-ті, яғни дәл жаңағыдай бірден біріктіріп жібереміз. Неге ешқандай үрмелі шығара алмаймыз. Енді жіпті кесіп тастаймыз. Біз бұл жерді тоқып болдық. Неге? Яғни мінекей бетін жауып тұрады, яғни пинеткамыздың бетін осылайынан жауып тұрады. Так, неге осылайынан тұрады. Енді біз келесі қатарын тоқимыз. Яғни бізде мінекей қай жерінен басталады, яғни мінекей. Так, мына жерінен басталады, мына жаны, сол жерден санаймыз. Так, сіздерге жақынан көрсетемін, мінекей. Яғни мына жоғарынан санамаймыз, төменгісінен бастап санаймыз. Неге? Төменгісінен біз, яғни біреу, біріншісі осы ғой, төменгі басталып тұрған жері 1, 2, 3. 3-ін тастап кетеміз да, 4-ші тұрған жерге крючокты кіргізіп, жіпті іліп алып шығамыз. Енді бір үрмелі шараламыз. Дәл осы жерден енді бірінші торкөзімізді шығарамыз. Енді келесі 2, келесі 3, келесі 4, келесі 5, яғни дәл осындай етіп 20 торкөзін шығарасыздар. Келесі 6. Так. Келесі 7, 8, 9, так. 10, 12, келесі 11, 12, 13, келесі 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Мінекей бұл жағында да 3 қалды. 1, 2, 3. 4-шісін тоқыдық. Енді біз жібімізді, яғни байлайтын боламыз. Яғни қалай байлау керек? Дұрыстап қарап алыңыздар. Жіпті осылайынан ұзынырақ етіп шығарып аламыз да, осылайынан пинеткамызды ортасынан өткізе қоямыз. Сосын ұзын жіпті тарта қоямыз, болды. Енді келесі қатарын тоқимыз, кері қарай аударамыз. Бұл жерде біз 1, 2, 3 торкөзді тастап кетеміз да, келесі 4-ші тұрған жерге крючокты кіргізіп, осылайынан бір торкөзін, бір үрмелі шара аламыз ең алдымен. Енді дәл сол жерден бір торкөз шығарамыз. Келесі 2, келесі 3, келесі 4.
төрт тор көзін шығардық. Енді біз мінекей бірінші тор көзге крючокты кіргізіп шығарып аламыз. Келесі екінші жіпті шығарамыз да осылайынан бірге біріктіреміз. Енді екі тор көзін жүргіземіз. Біреу, келесі екеу. Тағы да дәл жаңағыдай бірінші тор көзге кіргізіп жіп шығарамыз. Келесі екінші тор көзге кіргізіп жіп шығарамыз да осылайынан біріктіреміз. Енді ары қарай төрт тор көз тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Мінекей. Бұл жерде де міне 1, 2, 3 тор көзі қалды. Бұл жерде де дәл солай жіпті байлап аламыз. Яғни мінекей осылайынан жіпті шығарып аламыз да ортасынан пинетканы өткізе қоямыз. Мінекей осылай өткіземіз да ұзын жіпті тартып аламыз. Мінекей осылайынан жіпті біріктіреміз. Енді бұл жіпті кесіп тастаймыз. Енді біз жасыл түсті жіпті аламыз, сонымен тоқитын боламыз жандарын. Яғни мінекей осы жіпті аламыз. Енді осылай қарай аударамыз да біз екі тор көзін тастап кетеміз. Біреу, екеу. Келесі үшінші тұрған жерге крючокты кіргіземіз да мінекей так. Бұл жақта да яғни екеуін тастап кетеміз. Так, ең алдымен екеуін тастаймыз. Үшінші тұрған жерге крючокты кіргіземіз. Жіпті іліп алып шығамыз да бір үрмелі шараламыз. Бір үрмелі шараламыз да дәл сол жерге тағы да крючокты кіргізіп бір тор көзін шығарамыз. Бірінші тор көз шығардық. Келесі 2, келесі 3, келесі 4-ші тор көз, келесі 5-ші тор көз, келесі 6, 7, келесі 8, неге 8 қылып тоқыдық. Енді қалған мұнда екі тор көз тұр, осы екеуін тоқимыз. Біреу, екеу. Астында 3 тор көз қалды ғой бағана. Сол үшеуін тоқимыз. Үшеу, төртеу, бесеу. Енді әрі қарай біз біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, 6 тор көз тоқимыз. Яғни мына біріктірген жерді тастап кетеміз да келесі тұрған тор көзден тоқимыз. Біреу, келесі екеу, келесі үшеу, келесі төртеу, келесі бесеу, келесі 6 тор көзін тоқыдық. Мінекей. Енді міне бір тор көз тұр ғой мына жерде. Содан біз екі тор көзін шығарамыз. Соның ішінде біреу, екеу. Енді әрі қарай біз яғни біріктіріп тоқитын боламыз. Яғни міне бірден жіпті шығарып аламыз. Біреу, келесі тағы да жіпті шығарып аламыз. Екеу, келесі үшеу, төртеу, бесеу, 6, 7, 8, 9, 10, неге так 11, 12, 13, 14, 15, так 15, 16, 17, 18. Мінекей 18 қылып тоқыдық. Енді әрі қарай міне соңғы тұрған тор көзден дәл жаңағыдай екі тор көз шығарамыз ішінен. Енді одан кейін 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей 6 тор көзін түсіреміз тағы да. Біреу, екеу, үшеу. Келесі тор көзден тоқимыз. Бұл жерде біріккен жерін алмаймыз дәл жаңағыдай.
біз арғы беттен алмадық, енді мынау басындағыдан алмаймыз. Мінекей 5-еу, міне соңғы 6-ау. 6-ау қылып тоқыдық. Енді әрі қарай дәл жаңағы 3 торкөзіміз тоқимыз. 1-еу, келесі 2-еу, келесі 3-еу. Аны үстіңгі тұрғаннан енді 2-еуін аламыз. Мінекей 1-еу, 2-еу. 2-еу алдық. Енді мұнда бірінші тұрған торкөзге крючогымызды кіргізіп, жіпті біріктіріп аламыз да, артық жібін кесіп тастаймыз. Бұның енді бізге қажеті жоқ, түгелмен тоқып алдық. Қалған жіпті енді білдіртпей арасына тығып жібересіздер, көрсетпей. Мінекей түгелмен айналдырып тоқыдық. Енді біз астыңғы бөлігін тоқитын боламыз. Табанның астын тоқимыз, яғни мінекей осы табанын тоқитын боламыз. Крючокқа жіпті кіргізіп аламыз да. Осылайдан шығарып аламыз да, бір торкөзін шығарамыз. Келесі тұрған, мінекей астында тұрған торкөзге крючокты кіргіземіз да. Осылайдан енді бірден біріктіріп жібереміз жібімізден. Келесі тұрған торкөзге кіргізіп, жіпті іліп аламыз да, тағы да біріктіріп жібереміз. Тағы да келесі тұрған торкөзге кіргіземіз да, жіпті іліп алып біріктіріп жібереміз. Тағы да дәл солайынан кіргіземіз да, жіпті іліп аламыз да, біріктіреміз. Неге тағы да дәл солай кіргіземіз да, біріктіріп аламыз. Тағы да дәл солайынан, неге осылайынан айналдырып түгелмен тоқи бересіздер. Барлығын біріктіріп осылайынан айналдырып түгелмен тоқисыздар да. Сонымен біздің осы пинеткамыздың тоқылу жолы осымен аяқталды. Барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Осылайынан түгел тоқып, айналдырып, соңына дейін тоқып, біріктіріп жібересіздер. Сонымен біздің пинеткамыз дайын болады. Енді тек бауы қалды. Мінекей мен түгелмен тоқып болдым. Бауында тоқып алдым. Бауын тоқу өте оңай, яғни 130 торкөзін түгелмен шығарып аласыздар, болды. Артық жібін кесіп тастайсыздар. Мінекей пинеткамыз дайын болды. Өте әдемі шықты. Балаға да киген кезде жылы әрі ыңғайлы. Сондықтан да мінекей менімен бірге соңына дейін тоқығандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, коммент қалдырыңыздар. Жақында бұдан да көп жақсы сабақтарды шығаратын боламын. Сондықтан да сіздер ең бірінші көру үшін ең алдымен менің каналыма тіркелулеріңіз керек. Сіздерге тағы қандай сабақ шығарайын, міндетті түрде бөлісе отырыңыздар.